Балалар, бүгінгі біздің күніміз керемет өте ендік тұр. Себебі біздер адалдық дүкеніне барамыз. Балалар, дүкен дегеніміз не? Супермаркет. Жақсы, дұрыс. Ол супермаркеттен не аламыз, балалар? Жақсы, дұрыс айтасың, ойыншық аламыз. Көкөніс аламыз. Дұрыс, Әмір, дұрыс айтасыңдар. Ойыншық аламыз. Керек заттарымызды аламыз. Қане ендеше дүкенге барайық, балалар. Makana istеп тұр ма? Я істеп тұр. Мама, түсіресің, жарайды. Наны баса сүсін, наны баса сүсін, наны баса сүсін. Aman kata banyak. Тоқтам, сіздің ақшаңыз шыққан. Рахмет, бақтығын. Skittles. Kan sangat beza. Балалар, біз қайда бардық? Адалдық дүкеніне бардық, Супермаркетке. Адалдық дүкенінде біздер кімді көрдік, балалар? Кімді көрдік? Сатушы, дүкеншіні көрдік. Және кімді көрдік? Есіктің алдында кім тұрады екен адалдық дүкенде? Күзетші тұрады екен. Жақсы, керемет. Ал балалар, Әмір бүгін банкоматтан ақша алмағанда кім көмектесті Әмірге? Аңсаған көмектесті. Жарайсың, Аңсаған қандай іс жасады? Жақсы іс жасады екен. Ал балалар, сендер байқадыңдар ма? Мана Фируза ақшасын түріп алыпты. Ол кезде Аңсаған Фирузаның ақшасын байқап қалған екен, жерден көтеріп алып берген екен. Енді сол ақшаны Аңсаған қалтасына салып алса не болады? Жақсы болмайды. Ол бала адал болмайды екен, Енді Аңсаған жерде жақсылық жасап, Фирузаның ақшасын өзіне беріп тұр.
Ал балалар, бүгінгі күн сендерге ұнады ма? Иә. Маған да ұнады. Жақсы, бұнда өзімізге қорқып алып та жіберейік, иә?